Бұл балық аулауды жақсы көретін адам туралы оқиға. Бүгін балық мүлде жабыспады, және тістеген де жоқ. Күн аяқталуға жақын еді. Ол тұрып, үйге бару үшін заттарын жинағысы келді. Бірақ содан соң кейін ол қармақтың қозғалғанын байқады. Сосын тағы да. Ол қармақты өзіне тартып, балықты алды. Бірақ балық сырт көзге күдікті болды. Оның көзі қатты жыбырлап, қызыл жолақтарға толып кеткендей болды. Тыныштыққа арнап ауызда балық болса, жаман болмас еді. Ол адам кішкене мас болды. Сондықтан бұған мән бермеуді шешті. Шаршаса да, риза болып үйіне қайтты. Үйде ол бұл балықтың сыртқы түрі бойынша күдікті екенін мүлдем ұмытып, оны табада қуырды. Ол балық дәмі бойынша өте дәмді болды. Ең соңғы бөлшекті жеп ұйқыға кетті. Түнде оны ауыздағы қатты құрғақтық оятты. Ас үйге келіп, өзіне бір стакан су құйды. Суды көбірек ішкісі келді. Ол қайтадан бір стакан су құйды. Осы кезде ол одан да көбірек су ішкісі келді. Ол бір кастрюль суды құйып, іше бастады. Су керек маған, су. Осы кезде ол ваннаға келді. Кранға жақындап суды қосты. Ол ашкөздіктен суды краннан іше бастады. Және литрден литрге ішті. Ол ваннаға жатып суды толтыра бастады. Сосын оған жеңілірек болды. Және осы жерде мәңгі қалысы келді. Біраз күн өтті. Ол ваннадан шықпады. Оның есігін көршілер қақты. Және есікті ешкім ашпады. Ол әлі ваннада жатты. Және өзін судағы балық секілді сезінді.